Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің 6 сыныпта өтетін сабағымыздың тақырыбы Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының күшеюі. Сабағымызда Қасым ханның өмірі, жалпы Қасым ханның тарихталатын орны жайлы білеміз. Бүгінгі сабағымызға бәрімізге сәттілік тілеймін. Зерттеу сұрағы: не себепте Қадырғали Жалари Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді деп жазды? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау. Бағалау критерийлері: 16 ғасыр басындағы Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының аумағының кеңеюінің анықтайды. Керей мен Жәнібек тұсындағы қазақ хандығының аумағымен салыстырады. Міне көріп отырғандарыңыздай, мына жерде бізде Жәнібек ханның 9 ұлы болатында. Сол 9 ұлының ішіндегі ерекшесі бізде Қасым хан. Мына суреттерге көңіл бөлсеңіздер, балалар, бұл суретте не байланыстырады, қандай қорытынды шығаруға болады мына суреттерден? Қараңыздар. Келесі ойталқы: бұл кім болуы мүмкін? Жаңа суретті қарадыңыздар ғой. Бұл адам қандай тұлға болуы мүмкін? Суретте бейнеленген қай қала болуы мүмкін? Бүгінгі күні бұл қала бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ хандығының қай билеушісіне келесідей баға берген: бүкіл шығыс Дешті Қыпшаққа билік жүргізеді. Жошы ханнан кейін одан асқан құдіретті хан бұл жұртта болып көрген емес. Келесі балалар, Білімленд платформасынан Қасым хан жайлы видеоны тамашалайық. Жәнібек ханнан кейін таққа Керейдің ұлы Бұрындық отырды. Ол хандықты шамамен 1480-1511 жылдар аралығында басқарды. Бұрындық хандықты 30 жылдан астам уақыт басқарғанмен, хандық билікті өмірінің соңына дейін ұстап тұра алмады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің айтуы бойынша 1509-1510 жылдары Бұрындық хан саналса да, халық арасында Жәнібектің ұлы Қасымның ықпалы зор болды. Бүкіл билік Қасым сұлтанның қолында болып, хандықтың ең беделді екі адамның арасындағы бәсекелестік Қасым сұлтанның жеңісімен аяқталды. Қасым хандыққа отырғаннан кейін Бұрындық Самарқандқа кетуге мәжбүр болып, сонда қайтыс болады. Қасым хан 1511 жылы Дешті Қыпшақты толық өз билігіне алды. Осы уақыттан хандық билік жойылғанға дейін қазақ даласындағы билік Жәнібек ұрпақтарының қолында болды. Қасым хан әз Жәнібектің ортаншы ұлы. Ол шамамен 1445 жылы дүниеге келіп, 1521 жылы Сарайшық қаласында дүние салды. Сүйегі сол қалада жерленген. Қасым басқарған 7 жылда қазақ хандығының ат әскері 300 мыңға, халқы 1 миллионға жеткен. Қасым хандықтың кеңеюі мен нығаюы үшін бар күшін салды. Ханның басты мақсаты елінің бейбіт өмір сүруі болды. Қасым хан қазақ хандығының төңірегіндегі елдің барлығымен бітімгершілік саясатын ұстанып, қарамағында халықты бейбіт жағдайда ұстай білді. 50 жыл бойы ат жалында жүрген қазақ халқы үшін Қасым ханның жүргізген саясаты ұтымды болды. Қасым хан Моғолстан ханы Сұлтан Саидпен достық қатынас орнатты. 1514 жылы Сұлтан Саид шығыс Түркістанға кеткен соң, қазақ ханының Жетісу жеріндегі билігі нығая түсті. Шайбанилықтардың ішкі өзара қырқысын пайдаланып, қазақ хандығының оңтүстік шекарасын нақтылады. Иранға қарсы соғыстарда Өзбек ханына көмек көрсетті. 16 ғасырдың басында Ұлан Байтақ аумақты, яғни оңтүстікте Сырдария алабы мен Түркістан аймағын, шығыс, оңтүстік шығыста Жетісу жерінің біраз бөлігінен Балқаш көліне дейінгі аймақта, солтүстік және солтүстік шығыста Ұлытау өңірінен Қарқаралы тау тарамдарына дейін, солтүстік батыста Жайық өзенінің алабын толығымен өз қол астына қаратты. Қасым хан билік жүргізген жылдары қазақ қоғамындағы алауыздықты болдырмау үшін Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын қазақ халқының алғашқы әдет-ғұрыптық заң ережелерінің жинағын шығарды. Қасым ханның қасқа жолы 5 тараудан тұрды. Бірінші мүлік заңы, екінші қылмыс заңы, үшінші әскери заң, төртінші елшілік жоралары, бесінші жұртшылық заңы. Қасым хан басқару үшін бір жүйеге келтіру үшін қабылданған бұл заң жинағының орындалуын
қатаң түрде талап етті. Қасым хан кезінде қазақ хандығының қуаты мен беделі алыс жақын шетелдерге таныла бастады. Солтүстікте Сібірмен, Қырым, Астрахан хандықтарымен сауда және елшілік байланыс орнатты. 16 ғасырда қазақ хандығы Батыс Еуропа мен Руське мәлім болды. Ұлы князь 3 Василий тұсында Мәскеу князьдігімен дипломатиялық байланыс орнатты. Иран мен Әзірбайжан жерінде құрылған Сефевид мемлекетімен де достық қарым-қатынаста болды. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының астанасы алдымен Сығанақ, кейін Сарайшық қалалары болды. 1515-1516 жылдары Қасым хан Жошы ұлысын тәртіпке келтіргені соншалық, оның халқының саны миллионға дейін жетті. Хайдар Рази. Жаңағы видеода тамашалағандай, Қасым ханның жалпы біздің тарихта алатын орны ерекше екендігін көріп отырмыз, балалар. Сонымен қатар мына жерде Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағы бар болатын да, негізгі 5 бөлімнен тұрады деп жаңа айтылып кеткен болатын да видеода. Соны дәптерлеріңе жазып алсаңдар. Жаңағы мүлік заңы өзі 2 бөлімнен тұрады. Жер дауы, мал мүлік дауы, қылмыс заңы, кісі өлтіру, талау, шапқыншылық жасау, ұрлық істеу, әскери заң, алама міндеті, қосын жасақтау, қара қазан, ердің құны, тұлпарат, елшілік жоралары, майталман шешендік, халықаралық қатынастағы сыпайылық, әдептілік, ибалылық, жұртшылық заңы, шлен тарту, ас, той, мереке, думан үстіндегі ережелер, ат жарыс, бәйге ережелері, жасауыл. Келесі балалар, мына жерде Қасым хан туралы айтылған мәліметтерге келетін болсақ, мысалы Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуына қарағанда, Қасым хан бүкіл шығыс дешті қыпшаққа билік жүргізді. Жошы ханнан кейін Қасым ханнан асқан құдіретті хан бұл жұртта болып көрген емес екен. Қасым ханның қол астындағы миллионнан астам адам болған екен дейді. Ал Камал ад-Бинай бұрындық ханның әскерлері ішіндегі атақты баһадүрі және мықты сұлтанның бірі болды дейді Қасым ханды. Қасым ханның билігінің жоғары болғаны сонша, бұрындық хан жөнінде ешкім мойын алмаса да, ол әлі хан атағын алмаған еді, бірақ Қасым хан бұрындық ханға жақын жүргісі келмеді. Өйткені жақын жүріп, тиісінше құрмет көрсетпесе, ханға қарсы шыққандық болар еді. Ал оған бағынуды жаны қаламады. Сондықтан да ол бұрындық ханнан аулақ жүруге тырысты. Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуы. Қасым хан бүкіл қазақ халқын біріктіру арқылы үлкен әскери күшке ие болды. Қарауындағы халықтың бақытына орай ол өзінің бейбітшілік сүйгіштігі мен халықтар арасындағы ерекше әйгілі болды. Әлихан Бөкейханов. Махмуд ибн Уәли Бахр әл-Асрар өз шығармасында Шайбани ханның 1504 жылғы көктемнің басындағы Әндіжанға жорғын суреттей келіп, былай деп хабарлайды. Бұл кезде Қасым хан маңғыттардан көмек алып, солардың қолдауымен бүкіл Қыпшақ даласында үстемдікті қаратып алды. Сөйтіп, оның Ташкент пен Түркістан шегіне шапқыншылық жасауына мүмкіндігі болды. Ал Захир ад-Дин Бабырдың айтуына қарағанда, қазақ халқынан бұрын соңғы хан сұлтандарының ішінде Қасым хандай құдіретті әмірші болған емес. Оның әскер саны 300 мыңдай болған. Қасым хан жүйрік атты жақсы көрген, оларды жақсы айыра білген, әскери талантымен, жеке басының ержүректігімен және өзгелерден өз соңына ерте білуімен, қабілеттілігімен көзге түскен. Замандастарының айтуына қарағанда. Келесі балалар, біз дарын онлайн арқылы Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты бойынша тест орындап, WhatsApp желісі арқылы маған жіберіңдер. Бірінші сұрақ. Керей мен Жәнібек сұлтандарды құшақ жая қарсы алған хан. Дәптерлеріңе жазып алыңдар, балалар. Жошыдан кейін бұл жұртта Қасым ханнан ұлы хан болған емес, оның халқының саны миллионнан астам болғандығын айтқан кім? Қасым хан тұсындағы бастапқы астанасы Сығанақ қаласы болды, одан кейін қай қалаға көшірілді? 15 ғасырдың 70 жылдары қазақ хандарының басып алған жерлері. 16 ғасырдың бас кезінде қазақ хандығының сыр бойына билік жүргізуіне бөгет жасаған хан.
Қасым ханның билік еткен жылдарын көрсету керек. Қасым хан тұсындағы әскер саны 300 мың деп көрсеткен дерек. Қай деректе көрсеткен? Қасым ханның қасқа жолы неше бөлімнен құралады? Қасым ханның билігі кімдерге жүрген жоқ? Және 16 ғасырдағы қазақ хандығының шекарасы батыс солтүстікте. Қайда жетті? Ал балалар, үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге Қасым ханның тарихта алатын орны жайлы эссе жазасыңдар. Сосын WhatsApp желісі арқылы маған жібересіңдер, мен кері байланыс жазамын. Назарларыңа рахмет.